Сәлем Шмикаға көрсек бәйтпасыры, көкүшпасыры. Бұл видеода мен бумажный сюрприз жасаймын. Сіздер қатты сұрадыңыздар, өйткені мен оларды жасадым. Мен өзіме мынандай сіздерге мынандай мороженый балмұздақтар пакетиктерін жасадым. Маған қатты ұнайды, сол үшін мен оларды сүйемдедім. Ол пакетиктерді мен мынақай жасаймын. Мынау балмұздақтар. Бұяқта мынау бетте тек қана 4 пачкасы болады. Ал мынақта тағы да 2 болады. И мынақта мынау котик айтады вау деп. Сіздердің соңында, видеоның соңында қай балмұздақ сізге ұнады деп жазасыздар комментарийға. Ал мынау котик А деп айтып тұр копилка. Мынау копилка. И ол ақшалар қазақша. Мынақтағы морожендақтарда ақшалар шығады. Өйткені біз мороженені алмаймыз ғой, біз оны ақшаға алу керекпіз. Сол үшін мен оны солай істедім. Айша екеуміз біз оны жасадық. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Достар, менің мороженем балмұздақтар мынандай түсте, қараңыздар. Бірінші мынақта сырты оның жасыл, ал оның мороженесінің аты мынандай, қараңыздар. Оның мороженесі, оның сары, вот, қараңыздар. Барлық пачкалар сондай, мынақта 1, 6, 7, тек қана мынақта 6 пакетиктер бар, ал біз бастаймыз. Давайте. Мен қазір любой аламын, эники-беники-ға, или сразу аламын. И мен мынаны таңдаймын. Бұл 5-ші номер, давайте. Так, мынаның бәрін сторонға істейміз. 5-ші номерді бізде, мынақта қалып қалды. Міне, 5-ші номер міне. Қазір біз ашамыз. Звуктарға обращать етпеңіздер, өйткені ол Мұстафа. И бізге мынандай шықты. Бізде мынандай арбузик шықты. И ода қайда ақшасы? Міне ақшасы, мынаяқта мынандай тұр. Өйткені оны істеу керек. Так, давайте бірінші мороженені істейміз. Ашамыз. Қараңыздар, мынандай розовый арбузик. Мынандай мынандай палочками. Қатты ұнайды. Қазір біз оны қоямыз. Вообще қатты ұнайды. Енді копилкаға ақшамызды қоямыз. Так, вот, ашамыз. 700 теңге. 500 теңге. Мынандай новый, красивый. Бұл басқа елдің ақшасы, бұл Индонезияның ақшасы тұр. Мынандай красивый, вообще қатты маған ұнайды. Мен оны мынау шетке қоямын. Былай, все. Красиво. Маған 5-ші қатты ұнады, өйткені ол арбузик. Давайте енді басқасын ашамыз. Так, давайте мына қатқа қоямыз. Енді мынау 4. Міне 4. Енді оны маяқта мына ашамыз. И мынақта, вау, мынандай рожок. Қараңыздар, қандай красивый. Бұл 4-ші номерге. Сосын барып монетка. Міне мындайда. И ол 2 теңге. Бұл теңге емес. А, да? Бұл доллар ма? Көрсетсе жақында. Бұл бізде қандай ақша? Доллар? Бұл білмеймін қандай. Но басқа елдікі, короче. Ну да. Бұл 4 бізде. Ой. Так. Мына қарап алыңыздар, өйткені бұл ең күшті. Маған қатты ұнайды вообще. Ой. Все. И монетка. Так. Ой, сейчас. Так, все. Міне мындай түсініп алыңыздар. Кім біледі, комментарийға жазып қойыңыздар. Мен оны мынаяққа қойғым келеді. Мына қараңыздар. Мындай. Енді басқасын ашамыз. Міне менде әлі 4 пакетик бар.
Давайте намытындайыз. Бізде еще қалу. Үшінші номер. Міне. Так, қайда еді? Что это? Блин. Міне, мынандай. И ақшасы. Қараңыздар, мынандай. Мұқият қалаварыңыздар, қарамаңыздар. Мынандай роза, мынандай штучкалармен, мынандай вафелька и мынандай ақша. Бұл тоже бір ғана бір нәрсе. Вот. Кім біледі, тоже қарап алыңыздар да. И комментқа жазыңыздар. Бұл 3. Ой, блин. Ой, ладно, короче. Так, все. Темнека. И шапос. Так. Мына яқа болды. Мынандай болып шықты. Так, давайте дальше. Бізде уже 3 шақ қалды. Так, и давайте ол 6 болады. Так. Ашамыз. Ой, блин. Қандай екен ол? Ол бізде мынандай. И оның ақшасы қайда? Мына ақшасы. Қазір көрсетемін. Міне мынандай красивым. Мындай просто красота. Мынандай еще шариктермен. И сосын барып мынандай мынандай теңге или ақша. Білмеймін, короче. Бірақ бірінші морожка. Ол бізде 6 ма? 6. Иә. Міне. И енді монетка қайда ол? Мынандай түрін қарап алыңыздар. Оп. И давайте оны мына аяққа қоямыз. Мына мусордың бәрін мына аяққа. И бізде уже 2 ақ қалды. Давайте сразу бірінші бетті ашамыз. Өйткені олар 1 мен 2. Давайте. И ол болады 1. Өйткені 1 как будто бы андай красивый. Не знаю. Какой-то... Эй? Что там, ничего нету? А, есть. Вот везде, дай. А что? Все, везде. Мынандай красивый, мынандай палочка, смотрим, мынандай шоколадный. И он ақшасы қандай? Давай. Он ақшасы 100 теңге. Теңге емес. Да. Бұл Онда бізде ақша. Индонезия тоже. Индонезия мынандай. Так. Давайте ашамыз. Все, бұл 1. Я так, бірінші копилку. Бұны мен наяққа қойғым келеді. Енді ашамыз. Аламыз. Бұл 1. Енді 2. Бұяқта мынандай. Мынандай пальчикпен. И мыналар похожи. Так, и сосын бұның ақшасы қандай. Так. Арабский. Мынандай. Непонятно какой, но арабский ақша. Давайте бірінші
мынау морожканы жасаймыз. Өйткені морожка сондай әдемі. Патинаны не істейсің? Ұстарынан кішкене алынбайды я уже. Я вам буду. Может, алып көреміз? Давай. Потому что мына жағында Фатима прям қатты. Все. Жыртылып жатыр арты. Чуть-чуть. Все, так. Мына жағы қараңыздар кішкене бұзылып қалыпты. Ладно. Так, енді копилканың ақшасы. Все. Мынандай түрі біліп алыңыздар. Так, мен оны пусть будет мынақа. Все, бізде мынандай қылып шықты, қараңыздар. Бірінші бетті мынандай, қараңыздар. Бірінші ол мынандай красивый, екіншісі ол мынандай красивый, үшіншісі мұздықтардан, бал мұздықтардан, мынандай красивый, қараңыздар. Үшінші, төртінші бізде мынандай красивый, қатты ойнаған шығар. Бесінші ол бізде мынандай красивый тоже. Еще қараңыздар, мына мысық прям мынаған қарап. И правда. Сосын алты ол ең последний, өйткені бізде тек қана 6 пакетик болған. И мынаяқта мынандай шариктермен, вот, и рожок ол. Сосын копилкамызда мына копилка и қазақша ақшалар. Ақшалар, я. И мынаяқта мынандай қылып нарисовано красиво. Сосын мынандай приклеенный, вообще алынбайды уже, вот. Мындай красиво, маған қатты ұнады. Сіздерге ұнаса онда лайк басып кетіңіздер и подписка. Сіздер видеоны вообще пропускать етпеңіздер. Сол үшін лайк басын, как болсыңдар. А біз қоштасамыз. Пока-пока.